2023 жылы Қазақстанда 2060 жылға дейін көміртегі бейтараптығына қол жеткізу стратегиясы қабылданды. Қазақстан парниктер газдар шығарындыларын айтарлықтай азайтуға ерікті міндеттеме алды. Бұған жетудің үш негізгі жолы. Бірінші, қамту. Меншікті немесе компания бақылайтын көздерден парниктер газдар шығарындыларын азайту. Екінші, қамту. Компания бақыламайтын сатып алынған электр немесе жылу энергиясын өндіруге байланысты жанама парниктер газдар шығарындыларын азайту. Үшінші, қамту. Компанияның құн тізбегіндегі пайда болатын барлық жанама шығарындылар, соның ішінде тізбектен жоғары және төмен шығарындылар. Экономиканың барлық секторларында ауқымды жұмыс жүргізілуде. Бұл альтруистік жоба емес. Көміртексіздендіру бизнеске нақты пайда әкеледі. Павлодар алюминий зауыты бұл ТМД елдерінде ғана емес, бүкіл әлемдегі жетекші кәсіпорын. Дәл осы жерден алюминий өндірісі басталады. Бұл процестің негізгі шикізаты қызыл құм, боксит болып табылады. Бұл кең байтақ даламыздың табиғи байлығы. Зауыт мысалында біз декарбонизация бағдарламасын көрсетеміз. Көміртексіздендіру парниктер газдар шығарындыларын азайтуға бағытталған әртүрлі тәсілдерді қамтиды. Белгілі бір салаға байланысты компаниялар осы тәсілдердің жиынтығын таңдап, оларды мақсаттарына, мүмкіндіктеріне және шектеулеріне қарай толықтыра алады. Бұлар зауыттың күйдіру пешіне орнатылған жаңа сүзгілер. Олар заманауи және озық неміс технологиясы бойынша жасалған. Оларды ескі сүзгілермен салыстырайық. Ескі сүзгі көлемі 8-9 мың миллиграмм болатын 1 текше метр тозаң шығарады. Жаңа гибридті сүзгіден 30-50 миллиграмм ғана шаң шығады. Айырмашылық байқалады, солай емес пе? Көміртексіздендіру стратегиясындағы маңызды тәсілдердің бірі кәсіп орынды қуаттандыратын энергияның экологиялық тазалығын арттыру. Сондықтан алюминий зауытында гибридті сүзу жүйесі электр станциясының шығарындыларын тазарту үшін де қолданылады. Енді кәсіп орынның төңірегіне ауысайық. Мынау сұрғылт тау жоталары табиғаттың табиғи кереметі емес. Алюминий зауытының қалдықтары. Оларды оңалту үшін топырақ еден деп аталатын ең заманауи технологияда қолданылады. Бұл қалдықтарды жояр алдында жерге арнайы қалың топырақ қабаты төселеді. Бұл зиянды заттардың топыраққа енуіне жол бермейді және жер асты суларына теріс әсерін азайтады. Келесі қадам – автоматтандырылған бақылау жүйесі. Көміртегі, зиянды газдар мен қалдықтардың мөлшерін талдайтын арнайы сигналдық құрылғылардың көмегімен тікелей түтін мұржасынан ақпарат 24/7 режимінде бас кеңсеге онлайн режимінде жіберіледі. Жоба іске қосылған кезде ол барынша жедел әрекет етуге және зиянды заттардың артық шығарындыларын алдын алуға мүмкіндік береді. Экологиялық мәселелерді шешуде кешенді тәсіл ең тиімді нәтиже береді. Компаниялар көміртегі ізін диагностикалауды және басқаруды өздерінің көміртексіздендіру стратегиясымен жол картасынан жасау арқылы үйрену керек. Бірақ қазіргі жағдайда олар бұл жолда жалғыз емес. Қазақстан үкіметі мұндай кәсіпорындарға жан-жақты қолдау көрсетуге дайын.